Сәлем достар, бүгін аскөк тұқымдарының пайдасы мен зиянын айтатын боламыз. Ежелгі Египетте бұл өсімдікті емдік қасиетте қолданған. Аскөк тұқымдарының денсаулыққа пайдасы әртүрлі. Иммундық жүйеге, ас қорыту, жүрек-қан тамыр жүйесіне, зәр шығару ауруларына, қабыну, гипертониямен күресуге өте жақсы көмектеседі. Аскөк тұқымдары витаминдер мен минералдарға өте бай. Олар витаминдердің В топтары А, С, Е витаминдері, минералды тұздар, фосфор, темір, кальций бар. Сахаридтер, фотосидтер, майлар және эфир майлары бар. Аскөк тұқымдарының қан айналым жүйесін тазартуда және тамырлардың жағдайын жақсартуға қолданады. Бұл дәндерді паразиттерге де қарсы қолдануға болады. Ол үшін кешкі астан кейін 2-3 сағат өткеннен соң 2 ас қасық тұқымды біреуін езіп, ұнтақтап, екіншісін бүтіндей балмен араластырып жеу қажет. Тағы 3 сағат өткеннен кейін 2 ас қасық кастор майын қолдану қажет. Панкреатит, қабыну, ұйқы безінің басқа жағдайлары үшін аскөк тұқымдарының қышқылды рефлюксін, ісіну, газ және диареяны жеңілдетуге көмектеседі. Бұл әрекет фолий және никотин қышқылына байланысты. Сонымен қатар аскөк аурудың кез келген сатысындағы өт және ас қорыту жүйесінің органындағы микрофлораны қалыпқа келтіреді және оны қалыпты жұмысына кедергі келтіретін токсиндерді кетіреді. Цистит пен аскөк тұқымдары бүйректің жұмысын қалыпқа келтіреді және денеден сұйықтықты кетіруді тездетеді. Олар қуықты тазартады және қабыну белгілерін азайтады. Бактерияға қарсы әрекеттерінің арқасында зәр шығару патогендік бактериялардан тазартады. Спазмды жеңілдетеді және жалпы күшейтетін әсер береді. Аурумен күресу үшін сіз аскөк тұқымның қайнатпасын қалай дұрыс қолдану керектігін білуіңіз қажет. Ең оңай жолы 1 стакан ауыз суға 2 шай қасық тұқымды салып, баяу отта 20 минут қайнатамыз. 1 апта бойы күніне 5-6 рет сүзілген салқындатылған суды тұтынамыз. Жүктілік кезінде аскөк тұқымдары токсикоз кезінде жүрек айну, құсу және әлсіздікпен күресуге көмектеседі. Олар сондай-ақ 2-ші триместрде ісінуді алдын алу ретінде қызмет етеді және ЖРВ белгілерін жеңілдетеді. Кез келген жағдайда болашақ ана аскөк тұқымын пайдалану үшін дәрігермен кеңесу қажет. Аскөк тұқымдары жаңа туылған нәрестелерге коликпен күресуге көмектеседі. Ал үй жағдайында аскөк сусынын дайындау өте қарапайым. Ол үшін 1 шай қасық тұқымды 200 мл қайнаған суға салып, қақпағын жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Сүзгіден өткізіп, бөлме температурасына дейін салқындатып, балаға береміз. Аскөк тұқымдарынан жасалған ұнтақтар, қайнатпалар кез келген ауруды жеңуге көмектеседі. Бірақ кез келген дәрі сияқты олардың кейбірі қарсы көрсеткіштері бар. Оларды сақтықпен қолдану керек. Гипертониялық науқастарға аскөк құрамындағы эфир майлары қысымды төмендетеді және жағдайын нашарлатуы мүмкін. Шөптер мен өсімдіктерге аллергиялық реакциясы бар адамдарға, созылмалы аурулардан зардап шегетін адамдарға аскөк тұқымдарын қолдануға тыйым салынады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.